Қайырлы күн, құрметті әріптес. Бүгін біз сабағымызда қолданатын тағы да бір қызықты әдіс-тәсілдерімізді талдайтын боламыз. Жыл мезгілдеріндегі сүйікті мезгілдің бірі көктемде жауатын қолшатыр мен су тамшыларын жақсы бір әдіске айландырып көрейік. Аты айтып тұрғандай, бізге көп зат керек емес. Енді осы қолшатырды түрлендіріп, су тамшысы немесе қолшатыр әдісі деп те аталады. Бастауыш сынып оқушыларына өте жақсы келеді. Өйткені қимылды жақсы көретін, тапқырлықты, тез ойлауды, жылдамдықты жақсы көретін бастауыш сыныптарына таптырмас әдіс. Бұл қандай әдіс? Бұл әдісті қай жерде және қай пәнде қолданамын деген сұраққа кеңінен жауап берсек, сіз бұны кез келген пәнде, әсіресе бастауыш сынып оқушыларына тапсырмайтын әдіс болып келеді. Сабақтың қай бөлігіне бұл әдісті қолданасыз? Үй тапсырмасын сұрау кезінде және жаңа сабақты бекіту кезінде, қорытындылау кезінде сізге көмекке келетін өте жақсы әдіс. Қай пәнде қолданамыз десек, математика, қазақ тілі, дүниетану, жаратылыстану пәндерінде қолданасыз. Енді бұл әдісті жасау үшін бізге қандай заттар қажет болады? Соған тоқталып өтсек, өте көп шығынды қажет етпейтін әдіс. Бұл сізге небәрі 3 зат керек, 2 зат та тіпті керек. Ал енді біріншісі, бізге бұл күнделікті өзіміз өмірімізде қолданатын қарапайым қолшатыр. Өз қолшатырыңызды пайдалансаңыз болады, болмаса муляж ретінде жасалған түрлі түсті өзіңізге барлық пәнге қолдана беру үшін ары қарай бір қолшатырды жасап алсаңыз болады. Қолшатырдың түсі балаларға, бастауыш сынып балаларына ұнайтындай етіп жасасаңыз тіпті жақсы. Одан кейін су тамшылары керек. Су тамшылары суретте көрсетіліп тұрғандай болу керек. Көлемі сәл үлкен болса тіпті жақсы, өйткені оның артына тапсырмаларды сіз жазасыз. Енді осы су тамшысын барлық сабақта қолдана беру үшін, жиі қолдану үшін сіз осы су тамшыларын ламинаттап шығарып алғаныңыз жөн. Бүгін қолданған сабағыңызды өшіріп, келесі сабақта тағы да қолдану үшін, яғни қолдану аясын кеңейту үшін ламинаттап алғаныңыз жөн. Түрлі түсті принтерден шығарып аласыз. Сонымен енді су тамшы әдісіне осы су тамшыларын алып, қолшатырға жіппен жалғауыңыз керек. Сізге скотч көмекке келеді. Және де сіз осы жерде ең басты рөлді атқаратын сіз. Бұл әдісте қолшатырды қолыңызға аласыз, су тамшыларын қолшатырдан салбыратқан күйі ілесіз. Сіз тақтаның ортасына тұрасыз. Сіздің оқушыларыңыз сізді айналдырып қоршап тұру керек. Көңілді ән қосып қойсаңыз өте жақсы. Сізді айналдыра қоршап тұрған оқушыларыңыз музыка тоқтағанда, болмаса сіз тоқтаған кезде тоқтайды. Өзінің қолының алдында тұрған тамшыны алып, көзінің алдындағы алып оқиды. Сонда бала сұраққа сол су тамшысына жауап береді. Су тамшысына дұрыс жауап берсе, тамшыны алады да бала өзінің орнына барып отырады. Сонда сізде шатаспайсыз, бала да дұрыс жауап беріп отырады. Бұл жерде бұл бастауыш сыныпқа қызық болатын себебі көңілді ән біріншіден, екіншіден қимыл қозғалысының көптігі, және үшінші сізбен, яғни мұғаліммен контакт болуы. Бұл бастауыш сыныптарға өте жақсы ұнайтын әдістердің бірі. Ал енді бұны алдарыңызда тұрған суретте өзінің ашық сабағында, болмаса жай сабақта қолданған мұғалімнің суреті берілген. Осы әдісті өз фантазияларыңызбен қара қолшатырдың үстіне күннің бейнесін, жұлдыз, жапырақтар жасап алған. Бұл жерде бұл бірінші сынып, яғни бірінші сынып болмаса мектеп алды даярлық сыныбы болуы мүмкін, буынға бөлуді үйретіп жатыр. Әрбір әдісті өз фантазияңызға қарай әртүрлі қылып өзгертіп алатындарыңызды естеріңізге тағы да салғым келеді. Қатып қалған қағида жоқ. Сабағыңызға сәттілік тілеймін. Сабағыңыз көңіліңізден шығатындай етіп, өте жақсы болып өтуіне тілектеспін.